2025 жылдың 24 сәуір күні сағат шамасы 18:00-де Шымкент қаласы Алматы тас жол айналмасының қасында белгісіз арнайы техника жер қазба жұмыстары жүргізу кезінде жоғары қысымдағы 315-тік полиэтилен жерасты құбырын зақымдап алған. Қазіргі таңда зақымдалған участок оқшауланып, жөндеу жұмыстары басталып жатыр. Құрметті газ тұтынушылары, сіздердің өтінім сұрайтынымыз, газ қондырғылардың алдында түтікшелерін жауып қоюларын сұраймыз. Сонымен қатар 25 сәуір күні 15:00-ге дейін газ қосу жұмыстары аяқталады. Осыған орай газ қондырғыларын қосуға қол жетімділікті қамтамасыз етулеріңізді сұраймыз.